25-ші қара сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылыққа қыларлық қана, түркі танарлық қана таза оқыса болады. Оның үшін бұл жер Дарул Харап, мұнда әуелі мал табу керек, онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Аша пішімге малдың тапшылығы, ағайынның араздығына уә әртүрлі пәлеге, ұрлық-зорлық, құлық, сұмдық секілді нәрселерге үйлендіруге себеп болатын нәрсе. Мал тапса қарын тояды. Онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста тұр. Зарарына қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмесі керек. Оның себебі олар дүниенің тілін білді, мұндай болмады. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздан жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке шешесін, ағайын жұртын дінін адамшылығын жауырынан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп көті ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы өнер дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымнан баласына үйреткен жанда соның қарауымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейік. Оны көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп бізде ел болып жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардың артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларын үздік озық не қылса да сөзді ықтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқығанменен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларына артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті. Кірді, шықты, ілді, қайтты. Төбегейліп оқыған балада жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме. Барыңды салсаң да балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жолым малайыр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, малаяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсетеме. Өзі рахат көреме, я жұртқа рахат көрсетеме.